Сабақ мақсаты 15-17 ғасырлардағы Қазақстанның қалалар мен отырықшы қоныстарында шаруашылықтың қалай дамығандығын білесіңдер. Қалалардың дамуына ненің әсер етіп, не кедергі болғандығын анықтайсыңдар. Қалалар 15-17 ғасырлардағы жазба деректер Түркістанның 30 қамал қаласы туралы атап өтеді. Сауда. Орталық Азия мен Ресейдің сауда қатынастарын қазақ даласы арқылы дамыту 15-17 ғасырдағы жаңа құбылыс. Егіншілік. Жетісу мен оңтүстік Қазақстан өңірлерінде дамыды. Қалалардың әлеуметтік құрылымы. Ақсүйектер билеуші топ, саяси және әскери билікті ұстады. Олар әдетте қалаларда, сарайларда тұрды. Діни басшылар, дін басылар қоғамда маңызды рөл атқарды. Олар діни рәсімдерді жүргізіп, халықты тәрбиеледі. Көпестер саудамен айналысқан адамдар. Олар қалалық экономикада маңызды рөл атқарды, өйткені олар тауарларды сатып алып сатты. Қарапайым халық қолөнершілер, шаруалар, қызметшілер. Олар қалалық экономиканың еңбекші тобын құрады. Дін. 17 ғасырдан бастап Түркістан Қазақ хандығының діни және саяси орталығына айналды. Мұнда шет елдерінің елшілерін қабылданды, хан сайлау рәсімі өткізілді. Білім. Медреселерде діни білім берілді. Кітапханалар дамып, ғалымдар мен ақындар өз еңбектерін жариялады. Өнер. Сәулет өнері, қолданбалы өнер, музыка қалалық мәдениеттің маңызды бөлігін құрады. Ауылдардың экономикалық жағдайы. Егіншілік. Ауыл тұрғындары бидай, арпа, тары сияқты дәнді дақылдарды өсірді. Көкөністер мен бау-бақшалар да маңызды еді. Мал шаруашылығы да ауыл тұрғындарының негізгі кәсібі болды. Олар қой, жылқы, түйе және сиыр ұстады. Қолөнер. Ауыл тұрғындары киім-кешек тоқу, ағаш өңдеу және тері илеу сияқты қолөнер түрлерімен айналысты. Сүйек өңдеу ежелгі қала тұрғындарының дәстүрлі кәсібі еді. Кілем тоқу, былғарыдан бұйымдар жасау сияқты кәсіп түрлері де кең таралды. Ауылдың әлеуметтік құрылымы. Рулық ақсақалдар ауылдастықтарда жетекші рөл атқарды. Олардың сөзі ауыр болып саналды, және олар әдетте билер сотында қатысты. Байлар бай және ықпалды адамдар, олар жер мен малдың иесі болды. Олар ауылдастықта саяси ықпалға ие болды. Қарапайым шаруалар жерді өңдеп, мал ұстаған адамдар. Олар ауылдастықта еңбекші топты құрады. Ауылдардың өмірі. Қазақ халқының негізгі баспанасы киіз үй. Ол ағаш пен киізден жасалып, шаңырақ, оқ, керегеден тұрады. Киіз үй көлемі кереге қанаттарының санына байланысты болды. 6, 8, 10 тіпті 30 қанатты киіз үйлер болған. Киіз үйлер бірнеше түрге бөлінді. Салтанатты киіз үйлер, қарапайым баспана түріндегі киіз үйлер, шаруашылық мақсатта пайдаланылған киіз үйлер және жор киіз үйлер. Тамақ әр халықта материалдық мәдениеттің айқын көрінісі болып табылады. Қазақтың тамағы негізінен ет және сүт өнімдерінен тұрды. Бие сүтінен қымыз, түйе сүтінен шұбат дайындалды. Сиыр, ешкі және қой сүті, айран, май, ірімшік түрлерін дайындауға жұмсалды. Қазақтың ұлттық киімінде этникалық, экономикалық және ауа райы жағдайына байланысты дәстүрлер көрініс тапты. Киімді шұғадан, жүн және жібек маталарынан, киізден, аң терісінен тікті. Салт дәстүрлер халықтың материалдық және рухани өмірін қамтиды. Қазақтар ата-бабаларын құрмет тұтты, ұлттық әдет-ғұрыптарын сақтады. 15-17 ғасырларда ислам қазақтың отбасылық өміріне дендеп ене қоймады. Үйлену тойлары ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрлерді сақтай отырып өткізілді. Болашақ күйеу қалыңдық үшін қалың мал төлеуі тиіс болды. Қалалар мен ауылдар арасындағы байланыс. Сауда. Ауылдардан қалаларға азық-түлік және шикізат жеткізіліп, қалалардан ауылдарға қолөнер бұйымдары жеткізілді. Әлеуметтік. Қалалықтар ауылдарға барып, ауыл тұрғындары қалаларда жұмыс істеді.
туыстық қатынастарда маңызды болды. Мәдени діннің таралуы, білімнің алмасуы және өнердің дамуы қалалар мен ауылдардың мәдени байланысын арттырды.